Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Міне Аллах Тағаланың құдіреті күшті. Күз мезгілі де келген. Қыркүйек айында мен керемет басқаша өмір бастадым. Аллаға шүкір, ауа райы керемет. Күн жылы, өте тамаша көңіл күймен жұмыс таптым өзіме. Няня болып, 2 ұлымды күншуақ балабақшаға жаяу келіп, автобуспен немесе дайын көлікпен жүрдік. Бірақ кішкентай ұлдарым жылап, үлкен кішкентайлар арасына үйренбей біраз уақыт жүрді. Аллаға шүкір, қазір балабақшада бәрі жақсы үйреніп қалды. Топтағы ұжымдағы қыздарды өте керемет, түскі асты осылай дайындаймыз. Бірақ мен көп ұзамай басқа садикке, балабақшаға кетіп қалдым. Байқоныс деген. Себебі қатты ауырып, қыркүйек айында суық тиіп, Аллаға шүкір, ұлдарым аман есен. Бәрі аман болсын. Сонымен құжаттарды дайындап, тапсырып, Байқоныс 1, 2, 3 деген үлкен балабақшаға орналастық. Сонымен мен няня қызметін атқарып жұмыс жасадым. Балапандарға тамақ әзірлеп, дайындап, тамақтарын апарып берем, суларын, нандарын берем. Арасында суық тигенге қарсы уколымды салып алам. Ауырсақ та бар күшімді, ла хауля ва ла қуввата илля биллах деп, Аллахтың құдіретімен жұмысымды ары қарай жалғастырып жүре бердім. Біздің Аллаға шүкір деп кішкентай ботақандарыммен серуендеп арасында жүрем. Үлкен ұлым Қайсар мектебіне орналастырып, оны жайғастырдым. Аллаға шүкір, бәрі жақсы. Ал мен сол жұмысымда балабақшада няня болып қызмет атқарып жүрмін. Ұлдарым біршама үйреніп қалды. Кішкентайымды арасында тербетіп қойып, осылай жұмыс жасап жүрдім. Өте ұжымдағы мұғалімдер, апайлар бәрі керемет жандар. Бірігіп, осындай тәттілер алып шай ішетіміз. Балапандар өте көңілді. Арасында дәрігерге барып, ем қабылдап, система уколымды салып жүрдім. Жұмысым өзіме ұнайды. Альхамдулиллахи роббил аламин. Аллаға шүкір, еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, балаларымыздың болашағы жарқын болып, тәтті қызы керемет болып, болашақтары жарқын болып, альхамдулиллах, Аллаға шүкіршілік етем. Кішкентай ботақандар болашақтары жарқын болсын. Автобуспен барып, келі қасиетті Түркістанда сол жұмыс жасап жүрген жайым бар. Аллах Тағала ешкімді ауыртпасын, шипасын берсін. Үйге келіп, бар күшім салып, тамақ әзірлеп, керемет гүл шоқтарын иіскеп, Аллаға шүкіршілік етіп, ботақандарыммен бірге қол ұстасып, жұмысқа барып келем. Аллах Тағала шексіз шүкір, қасиетті келе жатқан жұмада баршаға тілейміз қабыл етсін. Қасиетті жұмада, әр жұмада баршаға тілейміз, Алла қабыл етсін. Міне біздің керемет садикте осылай күніміз өтіп жатыр. Ұжымдастарына, бастықтарымыз да барлығы өте қарапайым жандар. Рахмет баршаңызға. Айналамызда жақсы адамдар көп болсын. Елімізге амандық, жұртымызға тыныштық берсін. Ісіміз берекелі, мерекелі болып, Аллах Тағала ризық несібемізді мол етсін. Біздің әдемі балабақшаның іші өте керемет, әдемі. Үлкен, кең, бөлмелі. Қадірменді менің көрермендерім, ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Балаларымыздың болашағы жарқын болсын, алғашқы қадамдары құтты болсын. Осылай бітті жұмысым.